Бәріне сәлем. Біз Instagram масканы бастап үйреніп жатырмық. Бірінші бастамас бұрын бізге Instagram масканы жасайтын программаны жазып алу керек. Ол Googleға Spark Art деп жазсаңдар, мына бірінші ссылка шығады. Соның үшін кіреміз. Мына жақта өзі оң жақ бұрышта скачать деп тұрады. Соны басқан кезде тағы да осы жерде скачать деген нені бассаңдар, соның установочный программасы осылай жазылады. Жазылып болғаннан кейін сендер ары қарай оны орнатасыңдар. Ол өте оңай, 2 рет басып да деп ары қарай далее согласен десеңдер шығады. Екінші бізге не керек? Ол материалдар керек. Онымен біз жұмыс істейміз. Бірінші материал мен сендер үйреткен ол mesh деп іздеген кезде бізге мына екіншісі тұр, the face mesh деген. Соны подробнее деп басып, кейін астына түсіреміз. Кейін Шрек сияқты қыздың астында ссылка бар. Соны басқан кезде бізде оң жақта объекты шаблонами лиц деп тұрады. Соны басамыз. И бізде тағы да бір архив документ скачать етіледі. Кейін бізге екінші нәрсе ол head жазып, мына жақта түсіреміз да очки киген қызды, мысалы Occluders in Spark Art Studio деп тұр, соған басамыз. Астына түсіреміз. Use the head occluder object деген жерде ссылкаға соған басамыз. Кейін сендерде объекты шаблонами лиц деп тұрады, соны басқан кезде тағы да бір архив жазылады. Соны қай жақта орналасқаны үшін білу үшін show, сендерде показать в папке деп тұрады орысшада. Менде ағылшынша show in folder. И менде мына екі не тұр, архив. Енді біз мына не сворачивать етіп, бір новый папка создавать ету керек. Spark Art деп жазсаңдар да болады, или Instagram деп жазсаңдар да болады, өздерің қалай жазсаңдар да өздерің білесіңдер. Кейін мына біріншісіне кіріп, сендерде face assets деп тұрады, соны басып тұрып, ішіне кіргізсеңдер, уже автоматически мына ішінде уже тұрады. То же самое екінші папка. То же самое екінші папкада тоже сол папка, бірақ бұлда тағы бір екі заттар бар, которые бізге керек. Соны Spark Art ішіне кіргізсеңдер, заменить кейбір файлдар ұқсас болуы мүмкін, содан кейін заменить ете беріңдер, қатты ешқандай проблема жоқ. Так, болды. Бізде мына жақта face assets-тің ішінде текстурада бізге керек нәрселер осы. Тағы да mesh деген жерде head occluder деген басқа арналған материал. Әзірше осыны істеп, кейін келесі